Қазақстанда бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі өтті. 8-ші Каспий жұма тағы да рекорд жаңартты. Толығырақ тілшіміз Нұртілеу Жылқышбайдың репортажында. Каспий жұмада 1 миллионнан астам қазақстандық 2 миллионға жуық түрлі тауар сатып алды. Қазақстандық компаниялардың сатылым көлемі рекордтық 302 миллиард теңге болды. Каспий жұма арқылы алған өте ыңғайлы, және де 24 айға бөліп төлеу көптен күтіп жүрген мүмкіндігім. Өзіме ұнаған ұялы телефонды ыңғайлы бағада 24 айға бөліп төлеуге Каспий жұма өте ыңғайлы. Бір жақсы курс тендер туралы алайын деген Каспий жұма маған көмектесті. Каспий жұмады көріп, өзіме жақсы курсты алдым. Өте бағасы үлкен. Рахмет Каспий жұмаға. Сатып алушылар тиімді зат сатып алғанына, сатушылар сауда көлемінің өскеніне қуануда. Каспий жұма кезінде клиенттер саны 6-7 есе өседі. Биылда келушілер өте көп. Дүкенге келіп те тапсырыс беріп жатады. Біз бұған алдын ала дайындалдық. Қызметкерлер санын ұлғайттық. Кез келген көлемдегі сұранысқа дайынбыз. Курьерлік компаниялардың да жұмысы көбейді. Каспий жұма басталғалы заказдар саны 3-4 есеге көбейді. Каспий жұмаға дейін 4000-5000 заказ қабылдап жүрсек, Каспий жұмада 10-12 мың заказ қабылдап отырмыз. Сатып алушының тілегі бойынша тауарды үйге немесе жақын маңдағы Каспий постаматқа тегін жеткізеді. Бүгін 3 есікті шкаф сатып алдым. Белгілеген уақыттан бір күн бұрын келді. Көңілімнен өте шықты. Ыңғайлы кезде, жұмыстан келіп үйге келген кезімде әкеп берді. Маған жеке өзіме уақытым үнемделетті. Үнемген тапсырып берген өте жеңіл. Кеше Каспий жұма арқылы құрылыс материалдарын алдық. Бүгін тағы Каспий постамат арқылы парфюм заттарының жеке заттарын алып отырмын. Өте ыңғайлы. Бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі жазғы ыстыққа қарамастан тағы да рекорд жасады. Бұрын бұл уақытта сауда тоқтап тұратын болса, қазір барлығын тегін жеткізу қызметімен бірге онлайн сатып алуға болады. Каспий жаңа цифрлы сервистерінің көмегімен сатып алушыларды тағы да қуантты. Ал бизнеске дамуға және жаңа жұмыс орындарын ашуға көмектесуде. Нұртілеу Жылқышбай, КТК.